Сәлем озат оқушым, 69-шы сабақ бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Қара торғайдың ұясы. Бала күндегідей көңілді. Сәлеметсіз бе, Ержан ағай, деп амандасты. Ал ағай, мұнда не істеп жүрсің, деді. Жұқа тақтай іздеп жүрмін, деді Берік. Қайтесің ол жұқа тақтайды, деді ағай. Сіз құстарға ұя жасауды тапсырғансыз, деді. Оны мұндай жерден іздей ме екен, жүр менімен, деп шеберханаға ертіп келді. Берік ұяны 2 күн жасады. Ағай оған риза болды. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қой, дейді. Қандай сұрақ қойға болады? Берік кімді көрді? Ержан ағайды көрді, е? Ол не іздеп жүр екен? Жұқа тақтай іздеп жүр екен, е, Берік? Ол жұқа тақтайды не істейін деген екен? Құстарға ұя жасамақшы болған екен, е? Енді осы жерде Ержан және Берік деген сөздерге сұрақ қоямыз. Кім? Ержан. Кім? Берік. Олар неге бас әріппен жазылған? Себебі адамның аты бас әріппен жазылады, е? Мысалға, кез келген адамның аты Досан, Әсем, Арай, Алмаз, е? Осылай кез келген адамның аты бас әріппен жазылады екен. Осы ережені есіңде сақтап ал озат оқушым. Келесі бізде екінші жаттығу. Суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп, әр құстың ұясын сипаттап айт, дейді. Мұнда ағаштағы үйшіге құсқа ұя жасаған ағаш тақтайдан сол көрсетілген, және де қарлығаштың ұясы көрсетілген, е? Сол суреттерге қарап, үйшіктерді сипаттап көрейік қанекей. Ең бірінші қарлығаштың ұясы, е? Ол сол жақта, оның ішінде 2 балапан орналасқан екен. Қарлығаш өзінің ұясын балшықтан және шөптерден тоқып өзі жасайды екен, е? Ал ағашта орналасқан ұяны адамдар жасайды, жұқа тақтайдан қара торғайларға жасалған ұя екен құстың ұясы. Енді осы берілген қарлығаш, қара торғай деген сөздермен біріктіріп, ұяға қарап сөйлем айтып көрейік. Қарлығаштың ұясы, қарлығаш өзі жасайды балшықтан. Ол ұяда 2 қарлығаштың балапаны орналасқан. Ағашта ілінген қара торғайдың ұясы. Оны Ержан өзі жұқа тақтайдан жасап, ағашқа іліп қойды. Осылай сипаттап көрсек болады екен, е, озат оқушым? Мінекей, біз 2-ші жаттығуды айтып болдық. Келесі бізде 3-ші жаттығу. 3-ші жаттығуда өлеңді көшіріп жаз, дейді. Жұлдыздай аққан із қалды, ерлігін жауда қызғанды. Әлия, Мәншүк, Хиуаз, қазақтың батыры қыздары, дейді. Бас әріптен басталып жазылған сөздердің астын сыз. Неліктен бас әріппен жазылғанын айт, дейді. Яғни бас әріппен қандай сөздер жазылған? Әлия, Мәншүк, Хиуаз деген қазағымыздың батыр қыздарының аты жазылған екен, е? Адамның аттары бас әріппен жазылады екен. Оларға кім деп сұрақ қоямыз, е? Соның астын сызып қойып, осы жаттығуды қатесіз дәптеріне жазып ала ғой. Мінеки озат оқушым, біз бүгін адамның аты бас әріппен жазылатынын біліп таныс болдық, е? Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сау бол озат оқушым.